Бірінші, ең бірінші ол осы жер. Спавнның жанындағы әткеншек ағаштың қасында. Өте керемет. Бұл жер паркурдың жанында орналасқан. Күн батып жатқанда тіпті керемет. Керек десеңіздер, оның қасында мынадай үлкен фонтан бар. Тіпті осындай керемет жар бар. Бұл екінші саябақ. Түсінбесеңіздер, парк. Бұл жерде өте керемет жер. Әсіресе кешке қаратай, түнде. Тіпті отыратын орындықтар да бар. Кешке қаратай бұл жер өте керемет көрінеді. Қыдырып келуге болады. Саябақ өте кең. Үшінші, ол спавнның қасындағы осындай кішкентай, бірақ үлкен ағаш. Кішкентай, бірақ дәу ағаш. Оның қасында тіпті мынандай су ағып жатқан жерде бар. Бұл жақта адамдар өте көп. Сондықтан да сәл тыныштырақ жер деп табуға болады. Бірақ оған да біраз уақыт кетеді деп ойлаймын. Осы 3 орында жетеді деп ойлаймын. Бірақ та бұндай керемет жерлер спавнның қасында. Мысалы, мынадай жер маған ұнап тұр. Неге десеңіздер, бұл бір жағынан иллюзия сияқты, бір жағынан өте керемет көрініп тұр. Мен бұл ағаштың қасын қоспадым. Неге десеңіздер, бұл жерде адамдар көп. Не үшін адамдар көп болған соң мен оларды алып тастадым. Себебі адамдар кедергі жасайды. Тыныштыққа кедергі жасайды, бұл бір. Және де көп жүгіріп өте береді, бұл екі. Сіздер ойлап жатқан шығарсыздар, не үшін мен бұл әнді таңдадым? Өзге ұлттың әнінен өз ұлтыңның әні жақсырақ болады.